Так, бірінші сіздердегі бірнеше ең жиі келіп жатқан сұрақтарға жауап берейін. Сосын бірден сіздердің сұрақтар бойынша басқа сұрақтарыңыз бойынша жауап берейін. Так, бірінші сіздерде ертеңнен бастап ОБТ-ға тіркелу басталады деді ғой, иә? Ертең. Енді ол қай уақытта екенін мен де білмеймін, сағат. Так, қазір 1 минут. Естіліп тұр ма сіздерге? Так, ертең басталады деді. Енді ертең бастала салған кезде кішкене жаңағыдай нелер болуы мүмкін де, мысалы, қатуы мүмкін деген сияқты. Мүмкіндігінше жаңағы моментте тез тіркеліп үлгеру керек, өйткені жылда жаңағы даталар тез бітіп қалады. Маңызды жаңағы енді көп оқушылар өзіне ыңғайлы датаны таңдағысы келеді ғой. Сонда мысалы мамырдың басындағы уақыттар қалып қояды да көбінесе. Мысалы мамырдың нешесі басталады? 15-і басталса, сол 15-16-сы деген күндер көп оқушылар таңдамайды. Мысалы айдың соңындағы күндер деген сияқты сондай күндер тез бітіп қалады. Сондықтан мүмкіндігінше ертең уақытты жібермеуге тырысу керек сіздерге. Так, ол бірінші. Енді уақытты қалай таңдау керек? Уақытты таңдау кезінде енді бұған дейін де айтып жатырмыз. Бұл жерде енді сіздердің тікелей дайындықтарыңызға байланысты. И одан кейін өздеріңізге деген сенімдеріңізге байланысты деп айтсам болады. Енді мен сіздерге бұған дейін айттым, қазір мына жерге жаза қояйын. Маусымның басына талдағандарыңыз дұрыс деп. Бұл жерден таңдаудың бірнеше себебі бар. Мен неге сіздерге маусымның басында таңдаңыздар деп айтып жүрмін. Өйткені соңғы 3 жылда енді ОБТ кішкене әділ өтті деген ол 2020 жылдан бері қарай санасақ, иә? 2020 жылдан бері қарай санасақ, енді оған дейінгі жылдарда енді ол жаңағы мұғалімдердің тесті болып кетті ғой. 2020-дан бері қарай көбінесе ең жоғарғы балл алған оқушылар ол осы маусымда тапсырған оқушылар. Яғни маусым айында тапсырған оқушылар жоғары балл алады. Демек, оларда белгілі бір себеп бар деген сөз. Ол мамырда мықты оқушылар тапсырмайды деген сөз емес, мамырда да мықты оқушылар тапсырады. Бірақ маусымдағы оқушылар нәтижесі жоғары болатын бір себебі ол жыл сайын слип бәрібірде шығады. Яғни слиптар болады. Ал енді ол слиптің барлығы енді балды қатты көтеруге көмектеспесе де, бұл әсіресе жаңағы сіздердің қосымша пәндеріңізден. Мысалы, бұл бейіндік пәндер болмаса да, мысалы Қазақстан тарихы, Қазақстан тарихы немесе МС, бұларда база аз ғой. Мыналарда база аз. Мысалы 15 сұрақ, ол слип түрінде 2-ақ күнде шығып болуы мүмкін, бүкіл сұрақтың барлығы. Мысалы химияда 35 сұрақ, биологияда 35 сұрақ болса, ол Қазақстан тарихы МС, оларда 20-15 сұрақ, сондықтан бұларда слиптар тез шығады. Сондықтан енді бұл маусымда таңдаған сіздерге ең аз дегенде бір 2-де 3 балл. Ең аз болғанда 2-3 балл сіздерге мүмкіндік береді. Қосуға слиптардың көмегімен. Тіпті кейбір кездерде болған, енді ол биылғы жылы болады, болмайтын оны білмеймін. 10-15 балға дейін уже слиппен қосып алған жағдайлар болған. 10-15 балға дейін. Енді бұның барлығы жаңағы сәттілікке байланысты. Сондықтан мен сіздерге жаңа маусымда таңдаңыздар деп айтып жүретін ең басты себебінің бірі осы. Яғни сіздерге аз болса да жаңа балды қосуға мүмкіндік бар. Енді ол маусымда таңдаған кезде тағы да кішкене ақылмен жасаңыздар. Енді әр жылғы несі көбінесе өзгере қоймайды деп ойлаймын. Енді жылдың тест центрі айтады, енді ол нұсқа мүлдем қайталанбайды. Күнде жаңа нұсқа болады деген сияқты жылда айтады. Бірақ көбінесе әр апта сайын база ауысады. Әр апта сайын. Тіпті алдыңғы жыл ғой деймін, 2020 или 21 жыл 2 аптада бір ауыстырды. Сол жылы 15-20 балға дейін оқушылар балл қосып алған, сол 2 аптада бір база ауыстырған кезде сондай болған. Әдетте егер сіздерде база бір аптада бір ауысса, онда дүйсенбі, сейсенбі күндерді мүлдем таңдамай-ақ қойсаңыздар да болады. Дүйсенбі, сейсенбі күні бұл база жаңарады деген сөз. База жаңарады. Сонда сіздерге ең ыңғайлы уақыт қайсы ол? Жұма, сенбі, жексенбі. Жұма, сенбі күндер. Егер жексенбі болса, жексенбі мүмкін кейде жексенбі ауыстырып тастауы мүмкін. Сондықтан жұма, сенбі күндер меніңше идеалды уақыттар.
жұма, сенбі күндері. Бұл таңдау керек уақыттар. Таңдау керек. Сонда енді жалпы мынадай миф, қазір маған мысалы неше түрлі жазатын оқушылар бар. Кейбір оқушылар айтады, мына бірінші таңдауды тек қана майда жасау керек деп. Ондай емес, естеріңізде болсын. Сіз бірінші таңдауды 29 маусым деп, екінші таңдауды 30 маусым деп таңдасаңыз да болады. Енді екеуін де бір күнге таңдауға болмайды. Екеуін де, мысалы 29 түске дейін, 29 түстен кейін деген ондай жоқ. Бірақ сіздерде бірінші попытканы мысалы маусымның 29-на, екіншісінің 30-на былай таңдауға болады. Ең соңғы күндерге шілденің 3-і, 4-ні таңдауға да болады. Бірақ жаңағындай мынау енді майды біріншіге ертең сіздерде дос басылса, ол біріншіні сөзсіз майда таңдау керек деген не жоқ. Түсіндік қой? Сөзсіз майда таңдау керек деген ондай түсінік жоқ. Ол бірінші. Енді одан кейін қайсы күн бір оқушы маған жазды. Бізде мектептің зауыштары барлық оқушылар бір күнде тапсырыңыздар деп жатыр деген сияқты. Мектептің зауышы айтып жатыр, бүкіл сыныппен бір күнде тапсырыңыздар дейді. Ол да негізі мектептің сіздердің ОБТ тапсыруларыңызға ешқандай араласуға несі жоқ, қақысы жоқ. Өйткені бұл тікелей сіздердің нәтижелеріңізге байланысты дүние ғой бұл. ОБТ ол сіздердің тікелей гранттарыңызға қатысты. Сондықтан өзіңізге ең ыңғайлы уақытты таңдау керексіздер. Ол сіздің мектептің директоры айтты, немесе тағы біреу айтты, немесе тағы біреу айтты, немесе Нұрбай аға айтты деп дәл сол күнге қатып қалудың қажеті жоқ. Сіз өзіңіз қай күнді қалайсыз? Енді мен сіздерге жай совет ретінде, ақыл ретінде, кеңес ретінде, бұған дейінгі жылдарды көрген тәжірибем ретінде айтып отырмын. Бірақ оны сіздер өздеріңіз таңдайсыздар. Мысалы сіз өзіңіздің дайындығыңызға қатты сеніп тұрсыз. Мысалы 130-дан жоғары, 120-дан жоғары алатыныңызға сенесіз, өзіңіздің грантыңызға жеткілікті бал алуға сеніп тұрсыз. Онда ертерек тапсыра берсеңіз де болады. Ертерек. Тіпті жаңағы 16 май болса, сол 16 май күні тапсырсаңыз да болады. Егер өзіңізге қатты сенімді болсаңыз, мен бір тапсырғаннан ең жоғары балға жетем деген. Бірақ енді маған 2-3 бал болса да өте маңызды риск жасағым келмейді десеңіздер, онда жаңағындай мына күндерді таңдаған дұрыс. Бұл бірінші. Так, енді сіздерде сұрақтар. Так, мына тапсыру бойынша түсінікті ғой, иә? Ағай, 5 майдан кейін курста бірдеңе болады ма бірінші потокта дейді. Так, сіздерде әдеттегідей нұсқа талдаулар жалғаса береді. Нұсқа талдаулар болады. Енді бізде қазір мына бірінші потоктың оқушылары сіздер келесі аптада бізде сабақ бітеді ғой. Бірақ келесі апта біткенмен сіздерде бәрібір аптасына 2 нұсқа талдау бәрібір жалғасады, май біткенше нұсқа талдау болады. Бұл енді жаңағы 16 майдан кейін егер слифтар шығып жатып, көбейіп жатса, онда ары қарай бізде слифт талдау тоже болады. Енді бұл бірінші. Сіздер сонда май біткенше бәрібір 2 нұсқа талдау болады. Одан кейін бізде жалпы 28 тарау, біз осы курстың барысында оның 23-ін өтіп үлгердік. 23 тарау өтіп үлгереміз. Мұнда 24 тарау. Онда қалған 4 тарауды сіздермен тағы да талдайтын боламыз. 4 тарау талдаймыз. Оның ішінде енді теориясы бар, теориясын теориялық база ретінде береміз сіздерге. Немесе жаңағы 4 тарауға мүмкін практикалық сабақ өткіземіз ПС ретінде. Яғни 4 практикалық сабақ деген сияқты. Әдеттегідей, мысалы 45 тест түрінде талдаймыз деген сияқты. Яғни май бойы сіздер бәрібір сабақтар бола береді, жалғаса береді. Ол бізде курс біткенмен. Бұл енді ары қарай бонус ретінде сіздерде сабақтар жалғасады. Енді оған бірінші потоктың оқушысы, екінші потоктың оқушысы, ол жерде айырмашылық жоқ. Кім қатысса да барлықтарыңыз қатыса берсеңіздер болады. Так, енді тағы қандай сұрақ? Азанда тапсырған дұрыс па дейді. Ол өздеріңізге байланысты. Негізі, я, мен, если ол әр адам өзінің несіне байланысты, мысалы маған таңертең тапсырған ұнайтын еді. Өйткені таңертең мен ұйқыдан оянамын,
барлық энергиям толық кезде тапсырып аламын. Енді ол түске дейін слив шығады, сливті жаттап түстен кейін тапсырамын деген ол кішкене босаурешілік сияқты деп ойлаймын. Ол тек өзіңіздің энергияңызды, неңізді, фокусыңызды құртып аласыз деп ойлаймын. Сондықтан менің ойымша, егер таңертең ерте тапсырған дұрыс деп ойлаймын. Сонда қай күні кешігіп қалдым дейді. Қазір мына жерде не бар бізде? Запись бар. Енді жаңа айттық қой, жұма сенбі күндері, осы күндерді таңдауға тырысыңыздар. Енді крайнем ол бейсенбі. Дүйсенбі, сейсенбіні алмаңыздар. Одан кейін енді сіздерде екіншісі ол уақыт қай уақыт дегенде, айтар едім, ол маусымның екінші аптасы. Маусым екінші аптасы. Екінші аптадан бастап. Енді аралық интервал қанша болу керек? Интервал әдетте 1-2 апта болған дұрыс. 1-2 апта. Енді максимум 3 апта. Бұл деп отырғанымыз 2 тесттің арасы. Мысалы сіз, бізде маусымда қай күн бір жұмаға келіп тұр, бір күнді қазір табасайықшы. Календар қайда кетті? Маусымда мысалы 5-ші бізде, мысалы 9-ші маусым, мысалы жұма күні екен. 9-ші маусым жұма. Значит, сіздерде келесі нені, бірінші мүмкіндіктегі 9-ші маусымға таңдасаңыз, онда екіншіні сіздер келесі, мысалы 16-17-сі, немесе 23-24-не таңдасаңыздар болады. 23-24-не. Енді 30-на 1-не созуға кішкене 0-1-0-7. Мына уақытқа кішкене созуға шыдамдарыңыз жете қойып екіталай деп ойлаймын. Өйткені осы ең соңғы күндерге қалған оқушыларда кішкене елдің бәрі тапсырып бітіп жатады, нәтижесі шығып жатады, оның бәрі сіздерге әсер етеді, психологиялық жақтан әсер етеді ол. Өйткені басқалар жоғары бала алып жатса, бәрі жоғары алып жатыр, мен төмен алып қалам екен деген сияқты. Енді ол адам болғанса неше түрлі ойлайсыздар ғой. Немесе елдің бәрі төмен алып жатыр, мен де төмен алып қалам екен деген сияқты. Сондықтан бұл өте соңына талдап жүрген тағы дұрыс емес деп ойлаймын. Өте соңына. Енді бұл максимум 23-24-тер ол ең жақсы уақыт деп ойлаймын. Енді сіздерде мынадай ғой, сіз асығып, ол майдың 15 тапсырып алдық дейік. 15-ші майда тапсырып тастадыңыз дейік. Мысалы, 15-ші майда басталмайды ғой айтпақшы. 16-ші майда тапсырып тастадыңыз. Енді екінші попыткаңызды 29-ші майда тапсырып тастадыңыз. Уже сізде май бітті, энті бітті. Енді мына жерде июнь болады, елдер тапсырып жатады. Июль, бітеді. Тамыз. Бәрібір сізде гранттың тізімі мына тамызда шығады. Сіз мына жақты ерте бітіріп тастағанмен, мына күтетін уақытыңыз көп қой. 2 ай, 2,5 ай. Сонда бұлда жаңағы сізге бір ұзақ уақыт өтпеген уақыт сияқты. Ол тіпті қайта мына июньнің соңында тапсырасыз, июньнің мына уақыттарда тапсырып тастайсыз. Ар жағында уже 1,5 айдан кейін гранттың нәтижесі шығады деген сияқты. Бұл бір жағынан бәрібір сіз қанша ерте тапсырсаңыз да, қанша жай тапсырсаңыз да, оған ешкім бал қосып бермейді, оған грант конкурсы оған қарамайды. Қай күні сіз ең соңғы 5-ші шілде күні тапсырсаңыз да бәрібір. Ол мына 16-ші май күні тапсырғандар, мысалы мынау 120 бал алды дейік, мынау да 120 бал алды. Екеуі бірдей. Онда грантқа мүмкіндіктер бірдей оны. Мынау алдымен тапсырып, мынада басымдылық бар, мынау соңында тапсырыпты, бұда minority деген ондай нәрсе жоқ. Сондықтан, кез келген шешімді ақылмен қабылдаңыздар. Түсіндік қой, 9-ші маусым болса, 8-ші маусым матем ГОС-тан кейін демалмай бар тапсырған қалай болады екен дейді. ГОС туралы өткенде айттым мен. ГОС деген ол мектептің өзінің
Бұлай келісіп алуға бола салатын әдеттегі емтихан ғой. ГОСқа дайындалмай да бара салуға болады. Ешкім сіздерден әрбірден кейін егер сіз Қазақстанның университетіне оқуға түскелі жатсаңыздар, ГОС дегенді мүлдем ойламай ақ қойсаңыздар да болады. Тіпті шетелге кететін болған жағдайда да ГОСты қатты бір уайымдамай ақ қойсаңыздар да болады. Так. ГОСқа дайындалмай ақ бара салсаңыздар да болады. По-любому ол жерде жаңа мектептеріңіз сіздерге ешқандай не жасамайды. Есі дұрыс мектеп өзінің бітіріп жатқан түлегіне кедергі жасамайды. Енді мектепті бір әбден мұғалімдердің қанын ішіп, сіздерге тісін басып, осы ГОСты алдыма келесің ау деп күтіп жүрген оқушылар болса, енді оларға амал жоқ енді. Ол сен ГОСты бір айдан кейін тапсырасың ба, бәрібір ол саған жасаймын деген жасайды. Сондықтан егер денің дұрыс болып, мұғалімдермен дұрыс сыйласып жүрген болсаң, ол по-любому сіздерге нелеріңіз, жағдайларыңыз жасайды. Так, дұрыс болсаңыздар болды. Так, ағай өткен жылғы түлектерде екінші мүмкіндік болды ма нағыз НТ-да дейді. Болды, пардон, біріншісін маусым 24-і тапсыры нормально ма дейді. Так, біріншісі маусым 24-ін не нормально, Ақмара? Ол өте жай. Так. Сынып жетекшіміз уайымдамаңыздар, өзім шешем деп жүр дейді. Вот, сөйтіп келісе беріңдер. Ағай, мектептегі мұғалім жаңа сұрақтар шығып жатыр, басқаша есептер беріп дайындап жатыр. Так, мұғалім жаңа сұрақтар шығып жатыр, басқаша есептер беріп дайындап жатыр. Сол туралы не дейсіз? Мысалы, мен майда тапсырамын дейді. Так, мына жерін кішкене түсінген жоқпын. Жаңа сұрақтар шығып жатыр деген не деген сөз? Жаңа сұрақтар шығып жатыр. Қазір мұғалімдердің квант-тесті болып жатыр. Мұғалімдердің. Енді ол жаңа сұрақтар шығып жатыр дегенде сол мұғалімдердің квант-тестінің сұрақтары болуы мүмкін. Енді бұл жерде мұғалімдердің тесті мен оқушылардың тестінің айырмашылығы бар. Мұғалімдердің тестінде мысалы кейбір тереңдетілген программалар келеді. Сондықтан ол мұғалімдердің тесті мен оқушылардың тестінің үлкен айырмашылығы бар. Мысалы, жаңа диссоциалың константасы туралы мен жақында ғана айттым, диссоциалың константасы ол мұғалімдердің тестінде бар. Ал оқушылардың тестінде ол берілмейді әдетте. 3 маусым сәрсенбі қалай ойлайсыз дейді. Ешқандай ойламаймын, енді жақсы күн шығар. 26 мамыр тапсырып кетсем қалай болады дейді. Ол енді өздеріңізге байланысты. Мен жай ғана сіздерге жаңағы не ретінде айттым, ол ұсыныс ретінде. Енді оны өздеріңіз ары қарай шешесіздер. Бірінші ұбытының майдың 19-ы, екіншісінің 23-і маусымда тапсырсам тиімді ма дейді. Нұрайым, меніңше маусымның майдың 19-ы деген өте ерте. Өте ерте. Ол енді басталып жатқан кез ғой, енді. Қатты асығыс болып не істейсің? Тұрмысқа шығасың ба? Жоқ, бір қатты важный жұмыстар бар ма? Не істейсің? Оданша бір 2 апта күтсейші, ар жағында маусымның, ең болмаса шыдамай бара жатырмын десем, бір маусымның бір 6-7-сіне қарай. Сол кезде де хотя бы кішкене сликтар көбейеді, шыға бастайды. Сұрақтардың жалпы форматы қандай, контексттер қандай, кішкене информация жинап алуға көмектеседі. Ағай, бірінші тіркеу ашылғанда, екінші ұбытға тіркеліп, екінші мүмкіндік ашылғанда, біріншіге тіркелуге бола ма? Бірден арт жағына орын болғанда алу үшін дейді. По-любому сіздерде ол бірінші НТ-да барлық уақыттарды береді деп ойлаймын. Ол бірінші ұбытға тіркелу кезінде ол сіздерде 5-нен 16-сынан неше санау бізде? 0,5-ке дейінгі. Осы аралықта уақыттар беріледі деп ойлаймын. Мысалы, былтырғы жылдары тест центрі қалай жасады? Былтырғы жылдары олар тіркеудің жартысын ашты. Мысалы, негізі Қазақстан бойынша 120 мың оқушы тапсырады десе, 120 мың оқушы. Мөлшермен,
Енді бұдан да көп қой. Олар мысалы бірінші тіркеу ашқан кезде 60.000 оқушыға тіркеу ашты. 60.000. Сонда не істеді? Мына үлгергендер мына соңғы даталарға тіркеліп үлгереді өздерінің қалаған уақыттарына. Үлгермегендер мына бастапқы уақыттарға тіркеледі. Мысалы майдың жаңағы 15-і, 16-ы, 17-сі деген күндерге тіркеледі. Өйткені неге ол оқушыларда сіздер барлықтарыңыз ойлайсыздар ғой, мына күндер бітіп жатыр, бәрібір тіркелу керек деп. Мысалы мына күндер сразу бітіп қалды дейік. Сосын мына күндерге тіркеле бастайды. Осылай жақындайды. Ең соңында мына күндердің бәрі бос емес, мына жақтың бәрі бос емес. Мына бастапқы күндер қалады. Сосын мына жерге оқушылар тіркеледі. Бітті, 60.000 оқушы тіркеліп болған соң, келесі 60.000 нені ашады? Бос орынды ашады. Ол да мынаған дейін жетеді. Сондықтан сіздерде мынадай болу керек. Егер даталар бітіп қалса, ол ОБТ тапсырмай қалам деген уайым болмау керек. Бәрібір сіздерде тіркелу болады ғой. Ол тест центрде мысалы оқушылардың мына барлық нені бірден ашып қойса, ол елдің бәрі мына соңғы күндерге тіркеле салады, соңғы күндерге. Мына бастапқы күндерде адам аз болады. Сондықтан олар мына нені распределение жасау үшін толық, барлық күндерде нагрузка бірдей болу үшін осылай 2 рет бөліп олар тіркеген былтырғы жыл. 30 май сейсенбі екен, сол күнге сыныппен таңдаймыз деп жатыр дейді. Вот осы сыныппен таңдаған сіздерге қаншалық тиімді, қаншалық ыңғайлы, оны білмеймін. Мысалы сіздер ертең грантқа сыныппен бармайсыздар. Таңдау пәндеріңіз, мамандықтарыңыз әрі түрлі. Енді ол жаңа ағыспен жүзу деген бар. Енді бұл жерде оның қаншалық тиімді. Просто кез келген нәрсе бұл жаңағы сәтсіз күн деген нәрсе жоқ қой. Сәтсіздік деген ешқайда жоқ. Сәтсіздік жоқ. Кез келген бізде тек қана бар нәтиже бар. Нәтиже. Ол нәтиже қайдан келеді? Ол сіздің шешіміңізден келеді. Сіздің таңдауыңыздан келеді. Сіздің таңдау нәтиже береді. Ол нәтиже бізде жақсы болуы мүмкін. Жақсы. Немесе ол сәтсіздік болуы мүмкін. Сондықтан мына жерде бәрін шешетін сіз ол. Сіз қандай таңдау жасайсыз, соған сәйкес нәтиже аласыз. Ол таңдауды сіздің мектебіңіз, ол таңдауды сіздің ата-анаңыз, ол таңдауды сіздің ұстазыңыз емес, бәрібір сіз қабылдайсыз соңғы шешімді. Мысалы, мен сізді тіркейін деп мына күнге тіркей алмаймын. Өздеріңіз тіркелесіздер. Сондықтан міндетті түрде дұрыс ойланып, ақылмен шешім қабылдаңыздар. Өйткені бұл маңызды этап қой. Маңызды этап. Мысалы, сізде ертең грантқа 111 балл алып қалдыңыз, 111 дейді. Грантқа 112-ден бастап қабылдады, 112 балл. Енді жаңағы сіз тест центрге хат жазбайсыз ғой. Біз сыныппен 30 майды таңдап едік, сол күннің әсерінен 1 балл кем болып қалды. Енді сол 1 баллды қосып бересіздер ме? Немесе сіздің жас сыныбыңыз жиналып келіп, сізге 1 баллды қосып бермейді ғой. Бүкіл сынып жиналып келіп. Немесе мектебіңіз завушы келіп, сізге 1 балл қосып бермейді. Саған оба болып, мына басқасын бәрі грантқа түсіп жатыр, саған 1 балл жетпей тұр. Давайте мына 1 балл біз қосып берейік. Мына бәленде жаңағы арқатта немесе біреуде 1 балл артық болып тұр, соны саған берейік деп. Оны ешкім жасай алмайды сіздерге. Ең өкінішті жағдай осындай ғой, мысалы 1 балл, 2 балл сізде грантқа жетпей қалады. Сондықтан бұл ОБТ-ның күнін таңдаған кезде ешкімді тыңдамай өзіңіз ақылмен шешуіңіз дұрыс. Енді информация аласыз, аннан барлық жерден информация аласыз, сол информациядан анализ жасайсыз. Мысалы, мен сіздерге айтып жатырмын. Ертең сіздің мектебіңіздегі мұғалімдеріңіз айтуы мүмкін, немесе тағы бір курстағы тарих ағайыңыз айтуы мүмкін, тағы бір жерден биология апайыңыз айтуы мүмкін. Міне, мына жерлерден информацияларды алдыңыз, бұрынғы былтыр тапсырған оқушылар айтуы мүмкін. Мысалы, жақсы ұпай алған. Сосын осының барлығын жинақтайсыз да өзіңіз шешім қабылдайсыз. Соңғы шешімді сіз қабылдайсыз. Так, ағай 2 тестке сразу тіркелу керек па дейді. Жоқ. Қадыр айтып жатыр ғой сіздерде. Информацияны естіп жатқан шығарсыздар, иә? Қадыр тек қана біріншісіне ғана тіркеле аласыздар. Мынау жолы біріншіге ғана тіркеле аласыздар. Сосын барып, екінші тіркеудің уақыты кейінірек ашылады.
біріншісін 10, екіншісін 30 тапсыру нормально ма дейді. Енді болады, бірақ 30-на дейін сабырларыңыз жетсе, енді төзімдеріңіз жетсе. Өйткені ол да әсер етеді ғой. Сіздің қасыңыздағы группаластарыңыздың барлығы тапсырып болды, олар демалып жүр. Олар ішінде досыңыз бар, жүр кеттік, анда барайық, жүр кеттік, мында барайық дейді. Сіз ол кезде, ой, мен әлі ұбт бар тапсыратын, әлі оқимын деп, ол қиынырақ болады. Сондықтан еще бұл соңғы уақыттарға қарай оқушылардың сандары азая бастайды ғой, тапсыратын. Ол жағынан енді өздеріңіз ойланып көресіздер. Соңғы аптаны таңдау кішкене не сияқты, психологиялық жағынан кішкене ауырлау сияқты. Психикамыз қатты дейді. Егер барлығына шыдаймын, контроль жасай аламын десеңіз, сонда болады. Платформа қай кезге дейін ашық дейді. Платформа бізде 5-ші шілдеге дейін ашық. Ағай, басы оңай болады деген шын ба дейді. Миф. Сразу айтам, ол ұбт-ның басы оңай, ортасы оңай, соңы оңай деген барлығы MFI-де жазылған миф. Өтірік сөз. Ол ешқандай шындыққа сәйкес келмейді. Оны тест-центр өзі де жасай алмайды. Басын оңай, ортасын қиын, соңын жеңіл қылып жасай салайын. Оны жасай алмайды. Неге? Өйткені оларда общий база бар. Общий база бар. И сол базадан ол компьютер автомат түрде рандомный таңдау жасайды. Сондықтан ол жерде енді арасында болады, кейбір күнгі сұрақтар жеңіл, кейбір күнгі сұрақтар ауырлау болып қалатын жағдайлар болады. Өйткені жаңағы рандомный таңдаған кезде ол мысалы бір мұғалім жасаған А деңгейлі тапсырмалар басқа бір мұғалім жасаған С деңгейлі тапсырмалармен бірдей болып қалуы мүмкін деңгей. Өйткені бұл тесті құрастырған мұғалімдердің деңгейіне байланысты ғой. Сондықтан кейбір нұсқаларда кішкене қиынырақ сұрақтар болып қалуы мүмкін. Кейбір сұрақтардың С деңгейінің өзі бір оп-оңай А деңгейі сияқты болып қалуы мүмкін. Онда енді арасында кездеседі. Бірақ прям мына НТ-ның мына күні оңай болады, мына күні қиын болады деген оның бәрі өтірік сөз. Оны даже тест-центрдің өзі айта алмайды. Жаңа сұрақтар шығып жатыр дейді. Фаради есептері немесе тағы басқалары сұрақтар басқаша келеді дейді. Мен 125-ші мектепте оқимын. Сол жердегі химик мұғалім сіздің сұрақтарыңыз оңай дегенге келтіріп дейді. Енді ол жердегі мұғалім ол кісі туралы басқа ештеңе айта алмаймын. Мен сіздерге беріп жатқан сұрақ ол ұбт-ның қазіргі деңгейіне сәйкес. Ол жаңа есептер, ол егер ұбт басталмаса қайдан білді? Ол Фарадиге қатысты есептер келіп жатқан, ұбт-ның әлі басталмаса. Екіншіден, мен 2023 базаны толық көрдім. Мысалы 2023 жаңағы экспертизасы дегенде, экспертизасы кезінде біз барлық сұрақты көреміз. Енді бізден кейін ол сұрақтарды қайтадан тест-центр өздері өзгерту ықтималдығы өте төмен. Мына ішіне Фаради есептерін қосайын, мына эксперттер бәрін көріп кетті деп, ондай жасамайды әдетте. Бірінші тесті құрастырылады, тест құрастырылғаннан кейін ол бірінші экспертизасы болады, сосын екінші экспертизасы болады. Мен мына екінші экспертизасы, яғни соңғы экспертизасы да болдым. Яғни бұдан кейін ол сұрақ базаға кетеді. Ол енді сіздерге осы алдағы 2 айдың ішінде осы базадағы сұрақтар сіздерге шығады. Сондықтан Фаради есептері мен өз басым көрген жоқпын. Так, тағы қандай сұрақтар? Минералдардың аттары келеді ме дейді. Минералдың аттары негізі биылғы жылы болмайды деген. Болмайды. Ондай сұрақтарды енді біз экспертизасы кезінде мүмкіндігінше алып тастадық. Даже сондай сұрақ болды. Алтын бойынша Қазақстанның несі деген. Қазақстан алтын бойынша нешінші орында дей ма? Сондай бір сұрақтар болды. Олардың барлығын алып тастамыз. Өйткені минералдар ол енді
жалпы мына жиі кездесіп жүрген, мысалы ас тұзы деген сияқты ондай аттар кездеседі енді. Ондай аттар кездеседі. Енді жалпы жаңағы слюда деген не, тағы бір неме, мысалы галенит деген сияқты, иә. Ондай минералдарды әдетте алып тастайды. Статистика келмеу керек. Енді статистика дегенде ауадағы оттектің үлесі деген, енді олар жалпы бұрыннан бар ғой, олар болады. Ағай, бірінші етіндіға бірінші тіркелу керек па, әлде екінші, біріншіге бірінші тіркелесіздер ғой. Гүлшехра, саған біріншісіне 9-ын таңдап, екіншісіне 30-ын таңдау болмай ма? Слив берсеңізші дейді. Қайдағы слив? Специфика бойынша келе ме деді. Вот мынау қызық сұрақ. Специфика бойынша ол тестендер шығарады негізі специфика деп. Бірақ соның кейбір тақырыптар сәйкес келмейді. Өйткені ол спецификаны жасайды, сосын оны мұғалімдерге береді. Мұғалімдерге осы специфика бойынша тест құрастырасыңдар дейді. Кейбір мұғалімдер бұған қарамайды, мына спецификаға қарамайды, өзі жаңағы кітапқа қарайды, құрастыра береді. Сондықтан спецификаға қатты сеніп қалмаңыздар. Мына тақырып спецификада жоқ, мынау келмейді деп тастап кетпеңіздер. Сізде кітаптың барлығы, мына 9, 10, 11, мына әсіресе мына 3 кітапты прям бастан аяққа оқыңыздар. Специфика бұл жерде кейде спецификаға кірмеген тақырыптарда келуі әбден мүмкін. Так, ағай, ертең бірінші шанстан тіркеліп, екінші шансқа орын болмай қалса ше, маусым соңына қарай уақытқа дейді. Болады, неге болмайды? Ондай жоқ. Ол бәрібір ол тест-центр былтырғыдай жасап отқан болуы әбден мүмкін. Мысалы, жаңағы датаны екіге бөліп қойды міне. Мына бірінші мүмкіндік дейді, бірінші. Ол менше дәл солай ол, екінші мүмкіндік дейді. Бірінші мүмкіндікте жаңағы 60.000 орын дейік. Мысалы, 120 мың, 100 мың оқушы тапсырып жатыр десек, онда 50 мың орын ашық болды. 50 мың орын. Болды, мына 120 мың оқушы бүкіл күнді таңдап бітеді. Қаласын, қаламасын бүкіл күнді таңдап бітеді. Өйткені мына 50 мың болса, қанша күн ол жерде? Мысалы, мына жерге 100 орын, 100 орыннан осылай 1000 орыннан деп, 2000 орыннан деп қояқ. Сонда ол барлық күнді таңдап бітеді. Болды. Мына жартысын толтырып болды. Енді екінші мүмкіндікте тағы да сол 15 майдан бастап, мына соңғы 5 шілдеге дейінгі уақыттың барлығы болуы мүмкін. Болуы мүмкін емес, солай болады меніңше. Чтобы сіздерге мына дұрыс распределение жасау үшін ғой міне. Мысалы, әдетте жылда олар не істеді? 2 мүмкіндікте бірдей тіркеуді жасады. Ол кезде де мына распределение дұрыс болмай қалды. Мысалы, кейбір күндерге оқушы саны өте көп болды деген сияқты. Сондықтан биылғы жылы менше 2-ге бөліп отқанның ең басты себебі де осы деп ойлаймын. Барлық бірінші мүмкіндігінде барлық күндерге тіркеледі. Екінші мүмкіндігінде барлық күндерге тіркеледі. Сонда жалпы бөліну бірдей болады. Тестте 9 ғана есеп келеді деген рас па дейді. 10 есеп. 9 емес 10. 14-тен 20-ға дейін есеп, 24-25 есеп, 34-35 есеп. Бірақ кейбір мұғалімдердің жаңа есеп деген теория болып шығуы мүмкін. Мысалы, мынаны сіздер есепке жатқызасыздар ма, теорияға жатқызасыздар ма? Мысалы, жаңа химиялық реакция жылдамдығы бойынша болады ғой. Химиялық реакция жылдамдығы. Мысалы, 2 NO плюс O2 тең 2 NO2 дейік. Мысалы, мына жерде концентрацияны 3 есе арттырды. 3 есе, мысалы, NO. Жылдамдық қанша өзгереді деген. Есеп па, теория ма? Әркімге әртүрлі. Бұл, по идее, 1 секунд қана уақыт алатын сұрақ қой, егер білсеңіз. Егер NO-ның концентрациясын 3 есе арттырса, онда 3-тің квадраты тең 9. 9 есе жылдамдық артады. Бітті. Бұны ешқандай есептеудің қажеті жоқ. Бұны мен айтар едім, бұл жай теория. Енді ол әр мұғалімге әртүрлі ғой. Мысалы, бір мұғалімдер бұны есептеп санауы мүмкін.
Ағай, органикалық синтезде теория жинақтап жіберем деп едіңіз ғой дейді. Иә. Но мен сіздерге органикалық синтез бойынша, сосын жаңағы полимерлер бойынша, пластмассалардың физикалық химиялық қасиеттер бойынша сол база әлі жасап үлгерген жоқпын. Пластмассалардікі бар, органикалық синтез бойынша әлі жасаған жоқпын. Енді жасаған жоқпын дегенде ол жерде екі кесте бар, соны скрин жасап сіздерге жіберуге әлі оны жасаған жоқпын. Өзі қазір ол емес, видео сабаққа үлгермей жүрмін. Осы апта жаңа мұғалімдердің квалитестіне барып жүрмін ғой, тест центрге. Таңертең кешке дейін сол жақта боламын, кешке үлгере алмай жатырмын. Оны міндетті түрде жіберемін сіздерге. 9-20 маусым жақсы. Ағай, фармацевтика жайлы бірдеңе келе ма дейді. Бұл жерде енді былтыр аспирин туралы келген, формуласын сұрады ғой деймін. Куалтест фул алып тастайтын шығармыз дейді. Куалтест, иә, анда сұрақтар өте жеңіл, банальный сұрақтар. Кеше тіпті куалтестте мынандай бір сұрақ келді, апелляцияға берген, мен білмеймін енді. Ол кісі қалай мұғалім болып жүрген, жаңағы ненің күміс айна реакциясына қатысатын көмірсу деген, көмірсу енді анда жаңағы целлюлоза, фруктоза, сахароза и глюкоза тұр варианттарда. Сонда анау кісі жазып қойыпты. Бұл жаңағы күміс айна реакция, сол альдегидтерге сапалық реакция, бұл көмірсуларға қатысы жоқ деп. Апелляцияның несіне солай жазып қойыпты, негіздемесіне. Білмедім енді оны. Ол мүмкін ол кісі бастауышқа сабақ берді ме екен. 11-дің кітабын мүлдем ашпаған адам болып тұр ғой. Кейбір кезде болады енді. Өмірі 7-8 сыныптарға сабақ береді, 10-11-ге мысалы басқа мұғалімдер береді деген сияқты. Сондай жағдайлар болуы мүмкін. Так. Тағы қандай сұрақтар? Ағай, білмейтіндерге дұрыс, білетіндерге дұрыс емес деген не ғой дейді. Иә, дұрыс айтасың сол. Нұсқа талдау көп қараған дұрыс дейді, көбісі сұрақтарға көзің үйренеді. Келсем. Арасына бір ай салса қалай болады дейді. Максимум қанша? 16-сы бастасаңдар. 16-сы. 5 аяқтасаңдар. Осы аралықтан шығып кетпесіңдер болды ғой енді. Мынаның арасы бір ай болса, онда бір ай салуға болады. Мынаның арасына 2 ай салам деп, күнде таппай, сосын тіркеле алмай қалмасаңыздар болды. Так болады. Қандай жерде не үшін қолданылады деген сұрақтар бола ма дейді. Қолданылу бойынша сұрақтар болады. Қолданылу бойынша ол жаңа көп жауаптылар да келеді. Сондықтан қолданылуын жақсы қараңыздар. Физикалық қасиеті қолданылу деген информациялар ол көп жауапты тапсырмада келеді. Ағай, жалпы түсіндіре аласыз ба? Мен дым түсінбей жүрмін тіркелу күндерін дейді. Ғалия, сендер мектепте жалғызсың ба, жоқ? Қасында класстастарың бар ма? Класстастарың болса, солармен бірге тапсырсаң болады. Мына видео сақталады, жаңа басында запись жасадық қой. Ағай, 7-23 маусым қалай дейді. Погодасын сұрап жасың ба, нені сұрап жасың, Нұрсұлтан? Жексенбі күні ашыла ма дейді. Жексенбі күні ашық шығар? Енді күні ғой дейді. Бұлай жақсы сияқты. Біреу өзің туылған күні, біреу қызың туылған күні ма? Маңызды тақырыптарды айтып өтсеңіз дейді. ОБД-да маңызды емес деген жоқ. Ол ең оңай, мысалы алканның жалпы формуласы дегенде маңызды. Ең қиын жаңағы Олеовның есебі ол да маңызды. Өйткені сен Олеовның есебін шығаруды білсең, одан бір бал аласың.
егер жаңа бір жауапты да келсе. Ал кәдімгі жалпы формуласын білсең, одан бір балл аласың. Ол жерде мынау маңызды емес деген жоқ. Сондықтан бәрі маңызды. Енді бұл жерде мынадай нәрсе бар. Енді ол сіз қандай балға үміт артып жүрсіз деген нәрсе ғой. Егер сіз 40-тан жоғары алғыңыз келсе, оның барлығын оқу керексіз. Но егер маған бір 30-ға дейін жетсем болды деген, 30 маған патолог десеңіздер, онда жай есептерге бас қатырмай қойсаңыз да болады. Есептен енді жаңағы шығым, қоспа, артық реагент, осыларды білсең жетеді. Артық реагент. Ол жаңағы параллельдірияса, пластинка, немесе ол жаңағы не бар? Олеум, олар мына жақта үш. 30 плюсте олар. Оларға басында қатырмай қойсам болады. Өйткені ол энергияңды текке қотасын. Бірақ бәрібір барлық тақырып ол маңызды. Мына тақырып сөзсіз маңызды, мына тақырып маңыздылығы төменірек деген информация жоқ. Мысалы, менің өте жақсы, бұған дейін айттым ғой, деймін, өте мықты, жаңа бүкіл олеум есебін, пластинканың есебін, қоспа, параллельдіриясы бәрін өте жақсы шығаратын оқушы, мысалы ОБТ-да жаңа шалшық газы деген сұрақты білмеген, мысалы. Метанды білмеді, мысалы, шалшық газы дегенді білген жоқ. Хотя ол мына бүкіл қиын есептің бәрін шығара алады. Сонда не керек, мысалы, сен қиын есеп шығарасың, бір балл аласың, оған 5-10 минут уақытын жұмсап. Жай бір сөзбен айта салатын метанды білмейсің, одан бір балл жоғалтасың. Сондықтан ОБТ-да мынау маңызды емес деген жоқ. Әсіресе мықты оқушыларда осындай синдром бар ғой. Жаңа тек қана қиын тақырыпқа дайындалады, оңайын менсінбейді. Ол болмау керек. Мысалы, мен өзім кезінде математикадан солай жасағам. Мен өзім ОБТ тапсырған кезде математикадан оңай тригонометрияның екі формасын ұмытып қалдым. Мысалы, синус екі альфаның формасын ұмытып қалдым деген сияқты. Сол сияқты ол мына мықты қиын тақырыптарға дайындалып, оңай тақырыптарды елемей қоюға тағы болмайды. Былтыр келген сұрақтар биыл бола ма дейді. Ықтималдық өте төмен. Жалпы мынадай ғой. Мысалы, сіздер қазір өзіңіз байқасаңыздар, мысалы, интенсив курс. Енді бұрын 5 айлық курсқа қатысқан оқушылар болсын, интенсивқа қатысқан оқушылар болсын. Кітап біреу ғой ол жерде. Кітап біреу. Бірақ сол кітаптың ішіндегі информацияны бұлай түрлендіріп бере береді сіздерге. Ол былтыр кейде ой ағай мына былтырғы сұрақ келмейді деп еді, былтырғы келді деп. Мысалы, былтыр сіздерге қандай, мысалы, бензолдың хлормен реакциясы деген сияқты, мысалы, жарық қатысында қандай өнім түзіледі деген сұрақ келді дейік. Биыл сіздерге былай келді, мысалы, бензол мен хлор әрекеттескендегі жарық қатысында. Коэффициенттердің қосындысы қанша деген. Коэффициент қосындысы қанша? Былтырғы сұрақ келді ма? Келді. Неге? Былтыр бензолдың жарық қатысында реакциясы деген келген, биыл да келді. Осылай мысалы. Бұл сіздерге мен нұсқа талдау деген бұрынғы базалардың бәрін қараңыздар деген ең басты себебі сол. Ол жерде бұл базаның барлығы мына кітаптан алынады ғой, кітап. Мынаның барлығы кітаптан келді. Мынаның барлығы кітаптан келеді. Қай жылғы тест болсын, ол кітаптан келеді. Сондықтан ол бір сұрақты былай түрін өзгертіп қана бере беруі мүмкін. Немесе кейде болады, мысалы, натрий хлоридін сапалық анықтайтын зат дейді. Мысалы, мына жерге күміс нитратын жазып қойды, барий нитратын жазып қойды деген сияқты. Әртүрлі заттарды жазып қойды. Мына жерде NO2 тағы басқа деген сияқты. Болды. Енді мынау жылы сіздерге натрий хлорид емес, мысалы, калий хлориді деп жазып қойды. Натрийдің орнына калий. Бірдеңе өзгерді ма? Натрий калийға өзгерді. Сұрақ жаңа ма? Жаңа. Бірақ бұл жерде негізі заңдылық өзгерген жоқ. Мына хлор мен күміс олар тұнбай береді. Бұл арген құм хлор бір-біріне сапалық реакция. Ол ереже ешқашан өзгермейді. Просто осы сіздерде ол жаңа база дегенде енді мүлде бір елде жоқ, жұртта жоқ, кітапта жоқ бірдемені тауып әкеп қоймайды сіздерге. Ол кітапта бар информацияны жай ғана түрлендіріп береді. 9 сынып ата мұрама әлде 2 бөлім кітапқа дейді. Екеуі де. 3 кітапты да оқу керексіздер. Ол жерде өйткені именно 9 сыныптың кітабы бойынша мен бұған дейін айттым. 9 кластың осы 3 кітаптан да тест құрастырылған. Ата мұрадан да, мектептен де бәрінен құрастырылған. Сондықтан 9-да 3 кітапты оқу керек. Енді
ол жердегі информациялар бір-біріне қаншалық сәйкес келеді, ол уже екінші мәселе. Мысалы, Атамұрадағы кейбір информация мектеп баспасында жоқ болуы мүмкін. Кейбір кездеспеуі мүмкін. Сондықтан бұл кітаптардың барлығын өте жақсы қарау керек. Гуманитарлық бағыттағы кітаптарды ашпай-ақ қойсаңыздар да болады. Өйткені точно білем, ол энті тек қана жаратылыстық бағыттағы кітаптар бойынша, бағыттағы кітаптар бойынша дайындалған. Гуманитарлық бағыттағы кітаптарды ұстап отқан бір тест құрастырушыны көрген жоқпын. Аға, екі баспадан ортақ сұрақтар келе ма дейді. Кейде ортақ сұрақ келеді, кейде ортақ емес сұрақтар да келеді. Өйткені ол тест құрастырушының қолында қайсы кітап тұр, соған қарайды ғой. Мәселе қайда жатыр? Мысалы, жаңағы мектеп баспасында нені бермей қалды дейік. Мысалы, жаңағы кремний немен әрекеттеседі, немесе кремнийдің бір физикалық қасиетіне қатысты бір нәрсені бермей қалды дейік. Мынау Атамұрада ол тұр дейік. Сонда ол Атамұрадан қараған адам осы жерден құрастырады сұрақты. Бұл жерде сондай бір тест құрастырушы көрген жоқ. Мына кітапта бар ма, мына информативтеп екеуін сәйкестендіріп барып, екеуінде ортақ сұрақты алып, мына жерде тест құрастыру, ондай жоқ. Тест құрастырғанда ол бір аптада осынша сұрақ құрастыру керексің. Ол жерде ешкім ойланып отыратын уақыты жоқ. Алады да тест жасайды. Қолында қай кітап бар, сонымен жасайды. Сондықтан именно 9-шы класстың кітабында сіздер 3 кітапты бәрін оқу керексіздер. Тек Атамұра оқыдым дейді, ол жетпейді. Мектеп баспасын тоже оқу керек. ABC деңгейлері қалай қаншадан бөлінеді дейді. Так, ол туралы мен ең басында сабақтарда айтқан сияқтымын. ABC ол жерде қанша? 20, 30, 50 ма сондай. Негізі А деңгейі ең көп, сосын Б деңгейі, сосын С деңгейі. Қанша есеп келеді дейді? 10 есеп. 12 балл, 10 есеп. Менделеев алып кіреміз ба дейді. Периодтық кестені сол жерде сіздерге беру керек. Түрлі түсті периодтық кестені беру керек. Тапсырсам қалай дейді. Жақсы, айым. 6-шы шілдеге таңдамаңыздар. 5-не дейін таңдасаңыздар болады. Аға, бірінші апта тіркелетін кезде 30-шы маусымға тіркелсек, екінші апта тіркелетін кезде одан бері күндерді аңдай аламыз дейді. Енді биылғы жылы қалай екен білмеймін. Былтырғы алдыңғы жылдар ондай болған. Бірінші мүмкіндікте жаңа соңғы күндерді таңдап, екінші мүмкіндікте бер жағына қарай таңдағандар болған. Нешеде ашылу тіркелді, оны мен де білмеймін. Тест центр ғана біледі ғой. Осы жылғы грант шегі қалай ойлайсыз дейді. Онда оқушылардың ОБТ нәтижесіне қарай айтылады. Былтырғымен плюс-минус 10 балл деп қарасаңыздар болады ғой. Былтырғы балдармен плюс 10 балл деп қараңыздаршы, минус емес енді. Былтырғыдан енді редко ондай төмен түсетін жағдай, көбінесе көтеріледі ғой енді. Жылдан жылға деңгейлері жақсы оқушылардың. Колледж түлегімін, осы колледж түлектеріне орындарда шектеулі болады ма? Маған наурызда 14 мен 16 ғана доступны болған дейді. Фархат, ол жағын білмедім. Негізі шектеу болмау керек сияқты. Ағай, бірінші ОБТ 26-шы ма, екіншісі 9-шы маусым, қайсы дұрыс дейді. Екеуі де дұрыс қой. Жаңа тесттің уақытына кіріп тұр ғой. Екеуінің біреуі дейді. Менше 9 дұрыс сияқты. 26-шы мамыр, 16-шы маусым қалай дейді. 25 күн от души клуб, 26 күні тестке барамай қалмайсың ба?
30 дейді. Ну, вроде бы нормальный сияқты зере. Смотря 30 қандай күнге сәйкес келеді, соны қарау керек. Арасы 2-3 апта болған дұрыс па? Я одан аз не көп емес дейді. 2-3 апта меніңше жақсы сияқты, я. Көп болса бәрі кейбір оқушылар ойлайды ғой, мына арасына бір ай салып қойып, міне мысалы майдың 26-сы тапсырдым, енді келесі июньнің 26-сы тапсырамын деп. Нифига, мына бір айдың сен бір аптасын дұрыс дайындалуың мүмкін. Осы 30 күн мен идеалын дайындалам деген ол жай ғана өтірік нәрсе. Өйткені көп жағдайда по-любому сізде басында ойыңыз болады, бүгін ғана ОБТ тапсырдым, әлі бір ай бар ғой, хотя бір 2-3 күн демалайын дейсің, 2-3 күн кішкене миым сергітейін дейсің, ол 2-3 күнің бір апта болады. Сосын бір апта дайындаласың, сосын 2 апта қалды, тағы кішкене мына жерден не кетеді. Уже оқушылар тапсырып жатады, тағы бір сөйтіп, в общем, осы бір айдың сен мықтаса бір 2 аптасын дұрыс дайындалуы мүмкін, немесе бір апта бір дұрыс қарайсыз. Сондықтан арасы жақын болса, онда сізде фокус. Мына адам миы сондай ғой, мына. Арасы жақын тұрған кезде, мысалы қай кезде ертең емтихан деген күні түнде сен бірдеңе оқысаң, бәрі миыңа қонып кетеді ғой. Болады ғой ондай. Мысалы ертең емтихан деген. Сондықтан мына арасы жақын болған сайын сізде уже жаңа неңіз концентрацияңыз жоғары болады деген сияқты. Концентрацияңыз жоғары болады. Өйткені аз ғана уақыт қой. Демалатын уақыт жоқ. Мына ОБТ-да мынандай қателер жібердім, соны дереу толықтау керек деп, керек нәрсені оқисыз. Ағай 10 или 15 дейді. 10 или 15 деген не ол? Енті дейді. Математикадан алатын бал ма жоқ? Бірінші енті. 10-15 егер май болса, бұл 2 күнде жарамайды, маусым болса, қайсы болса да болатын сияқты. Ағай, выпускныйдан кейін бүкіл настрой кетіп қалмай ма дейді. Ол енді өздеріңізге байланысты ғой. 10 дұрыс па дейді. 10 қай күнге сәйкес келеді? Дүйсенбі күн, бағана айттым ғой, дүйсенбі, сейсенбі, мүмкіндігінше таңдамай қойыңыздар. Жұма дейді, жұма болса болатын сияқты. Ағай, нұсқа талдау күніге болсыншы дейді. Күніге болу үшін оған күніне нұсқа құрастыру керек. Қазір 2 аптаға әрең үлгеріп жүрмін ғой, 2 нұсқаға. Өздеріңіз, негізі біз ең басында сіздерде курста аптасына бір нұсқа талдау жасаймыз дедік. Кейін енді оқушылардың дайындығын кішкене жақсарту үшін мен оны 2 нұсқа жасаймыз дедік. Өздеріңіз білесіздер ғой, ол история қалай басталды. Мысалы жаңағы Қанат ағай бізге келіп 2-ші нұсқаны талдайтын болған, кейін тест-центр оған қарсылық жасады. Сонымен 2 нұсқаны өзім талдауыма тура келді. Ол 2 нұсқаны құрастыру қанша уақыт алады? Оны енді құрастырған мен білемін, оны өте көп жұмыс ол. Әдетте бір нұсқа құрастыру үшін толық бір күн уақыт болған жұмсайсыз. Бұл сұрақтарды мен қазір мысалы оның өзінде мен сұрақты қайтадан қарамаймын, өздеріңіз байқап жүрсіздер ғой, әр нұсқа сайын по-любому 1-2 сұрақта қателер шығып жатады. Ол үлкен жұмыс. Егер менде басқа ешқандай жұмыс жоқ, тек қана осы жұмыс болса, 7 күнде 7 нұсқа талдауға болады. Жақсы оқушылар, аман сау болыңыздар онда. Енді ертең таңдап болған соң келесі апта тағы сөйлесеміз енді. Кім қай күн таңдады деген. Жақсы, сау болыңыздар. Сәттілік. Ертең ұйықтап қалмай, уақытында тіркеліп үлгеріңіздер. Енді Алла жазса, еңбектеріңіз ақталады енді.